Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Пеште пісетін картоп пен окорочка тауықтың етін видеоның соңына шейін көріп, лайк басып, комментарий жазып, тіркеле кетіңіздер. Майонез, картоп, тауықтың еті, чеснок. Енді бір головка чеснок. Мен осыны бір осыны дайындап алдым. Карышқаны турап алдым. Тауықтың етін жуып алдым. Мына 300-400 грамм майонез. Дәміне қарай қызыл бұрыш, тұз саламыз. Чеснок міне. Менде 1,5 головка. Осымен сығып, майонезбен араластырамыз. Майонезге тұз, бұрыш қосамыз. Енді кеттік. Осыны салып, еземіз. Дәміне қызыл бұрыш. Мен шай қасықтың ұшымен салдым. Қызыл бұрышты чайный ложкамен 1 қасық салдым. Тұзды осыны тілгілеп аламыз. Қатты қызарғанша ұстамадым мен. Қатты қызарғанша ұстасаңыздар, хрустящ өте дәмді болады. Менде балалар жейтін болғандықтан қатты қызартпадым. Міне осылайынан майонез жақтық бүкіліне. Енді 50 минуттай пісіреміз. 45-50 минут пісіреміз. Видеоның соңына шейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеле кетіңіздер. Келесі видеоға шейін қош сау болыңыздар.